Ассалаумағалейкум, құрметті миллионер қалдарыңыз қалай. Бүгін сіздерге көз бойынша көздегі астигматизмге жақсы бір упражнение көрсеткім келеді. Эффект сразу көресіздер, дәл осы моментте эффект көресіздер. Сол себепті видеоны аяғына дейін қараңыздар және осы жаттығуды сіздер де жасап көріңіздер. Ең бірінші әрине көзімізде очки болмау керек. Қолыңыз таза болу керек, қолыңызды сабындап жуып аласыз, кептіресіз, көзімізді жұмып, қолымызды қатты уқалап, көзімізге пальминг жасаймыз да, қойып пальминг жасаймыз, кем дегенде 5-10 минут отырамыз, сосын барып қолымызды алып, көзімізді жыпылықтап ашып, жаттығуға кірісеміз. Енді бірінші жаттығу. Екі көзіңіз ашық тұрады, алдыға қарайсыз, бір көзіңізді былай қолыңызбен жұмасыз, мынау қолыңыз саусақ, міне саусақ, мынау саусақпен көзіңіздің үстінен, қастың үстінен, то есть көзіңізге кіргізбейсіз, қасыңызды өте баяу және өте нежно, қасы мысалы теріңізді нежно басасыз, теріңіз